Төрткүл дүние көз тіккен Алматы универсиадасының алғашқы жеңімпаздары мен жүлдегерлер есімі белгілі болды. 8 медальдердің жиынтығы сарапқа салынған сайыста қазақ елінің спортшылары бір күміс екі қоланы қоржынға салып, көшбасшылар қатарынан көрінді. Алатау етегіндегі кешенді сыннан спорт жолаушымыз Қанат Базылхан хабарлайды. Алматы универсиадасы шаңғышылар сайысымен ашылды. Алатау кешенінде жарыс жолына алдымен қыздар шықты. 5 шақырымдық жекелей-сында 64 спортшы өзара бәсеке көркін қыздырды. Қазақстан атынан 6 шаңғышы жарысқа араласқан. Алайда біздің қыздар арасынан Анна Шевченко ғана жүлделі орыннан көрініп, қола медальға қол созды. Қазақтың спорт және туризм академиясының студенті 5 шақырымға классикалық әдіспен жүгіруде ресейлік спортшыларды алға жіберіп алды. Орыс қызы Лилия Васильева универсиада чемпионы атанса, Анна Шевченко жеңімпаздан 15 секундқа қалып қойды. Өте ауыр болды. Соңына дейін екінші орыннан дәмеледім. Күміске небәрі 2 секунд жетпей қалды. Соған ішім ашиды. Басын жақсы бастап едім. Екінші айналым мен ойлағандай болмады. Жарыс өтетін жолдардың тең жартысы өр. Сондықтан жүгіру қиын. Ерлер арасындағы 10 шақырымдық жарыста да ресейлік шаңғышылардың мерейі үстем болды. Алтын мен күміс орыс спортшыларына бұйырса, қола француз Александр Пүйоның еншісінде. Қазақстандық 6 шаңғышының арасынан Виталий Пухкало үздік нәтиже көрсетіп, 5-ші орынды қанағат қылды. Жарыстан кейін әйелдер құрамасының аға бапкері Валерий Лесников біздің арнаға сұхбат беріп, бүгінгі нәтижелер туралы өз пікірін білдірді. Группы, приближенной к элитной. Бірінші жарыс күні медаль ұтқанымызға ризамыз. Күміске сәл жетпей қалды. Қыздар арасында Ирина Быкованың да атап өтуге болады. Ол 10-шы орынға ие болды. Ертең із кесу жарысы қыздарымыздың нәтижесі жақсарады деген үміттеміз. Ал Анна Шевченко медальға таласады. Сонымен қатар эстафета мен алыс қашықтықта да жүлдесіз қалмаймыз. Қазақстандық фристайл шеберлері де қысқы универсиада ойындарын сәтті бастады. Акробатика бағдарламасында Жібек Арапбаева күміс медаль иегері атанса, Жанбота Алдабергенова қола жүлдені еншіледі. Алтын Қытай қызы Чжу Ининге бұйырды. Тау шаңғысы мен сноубордтың жұптық сайысында да жерлестеріміз жүлделі орынға жақындай алған жоқ. Ертең қысқы универсиада ойындарының екінші жарыс күні 11 медальдар жиынтығы сарапқа салынады. Соның екеуі шаңғышы қыз-жігіттерге тиесілі. Қыздар дәл осы Алатау кешенінде 5 шақырымдық із кесу жарысынан медальға таласса, жігіттер 10 шақырымдық қашықтықта универсиада үздіктерін анықтайды. Қанат Базылхан, Батырбек Қадылбек, қорытынды жаңалықтар, Алматы.